Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сметанник тәтті бәлішін дайындайтын боламыз. Онға майды чөркадан өткізіп майдалап аламыз. Қолдың жылуымен майды ерітіп, онымен жақсылап араластырамыз. Келесі қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель, қант және жұмыртқа қосып нан илейміз. Қамырымызды шетке қойып қоямыз. Келесі бөлек ыдысқа қаймақ, жұмыртқа және қант үшеуін жақсылап араластырамыз. Формочкамызға пергамент қағазын төсеп, май жағып, осылай нанымызды қолымызбен жайып шығамыз. Бортикке жасаймыз. Алдын ала дайындап қойған массамызды үстіне құямыз. Бортиктарын, яғни жан-жағын осылай қолымызбен видеодағыдай түсіріп шығамыз. градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Дайындалуы өте оңай әрі дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.